Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Barşalarımızға Allah Tağala dұрыс ақиданы білуді нәсіп етсін. Allah Tağalаны біреуге, бір нәрсеге ұқсатудан баршаларымызды сақтасын. Allah Tağala мекенге, Allah Tağala уақытқа, Allah Tağala еш нәрсеге мұқтаж емес. Allah Tağala баршаларымызды жаратты. Құран кәрімде Аузу биллахи минеш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лайса камислихи шайун ва хуас-самиул-басир. Оған ұқсас еш нәрсе жоқ. Оның мысалында еш нәрсе жоқ. Ол естуші, ол көруші. Біз баршаларымыз дұрыс, сахих, әхлі сүннет уәл жамағат ақидасын білуіміз керек. Әртүрлі ағымдардың қате ақидалар мен сенімдерінен өзімізді сақтауымыз керек. Міне, бүгінгі таңда сәләфи уахабилердің Алла Тағала аспанда, аршының үстінде деп жамағаттың арасына, халықтың арасында осы бір дұрыс ақида деп таратып жүр. Олардың өздерінің пайымдауынша және бір үлкен дәлелдерінің біреуі. Өкінішке орай көптеген бауырларымыз сол нәрсені қабылдап қойып, солардың соңынан еріп кеткендері де жоқ емес. Олардың дәлел ретінде қолданатын, көп адамдарды адастыратын бір оқиға, ол Миғраж оқиғасы. Миғраж оқиғасына иман келтіру баршаларымыздың міндетіміз. Миғраж оқиғасы исламда орын алған оқиға. Миғраж деген жоғарыға қарай көтерілу деген мағынаны білдіреді. Сәләфи уахабилер жай қарапайым, ақидасы дұрыс мұсылманды адастыру мақсатында Алла Тағала аспанда, мекені оның жоғары, аршының үстінде, оған дәлел болатын Миғраж оқиғасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Миғраж оқиғасына көтерілді. Миғраж оқиғасында Алла Тағала пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламмен тілдесті. 5 уақыт намазды алып келді. Болып жатқан жай, болып жатқан жер, қай жер деген кезде баршаларымыз аспан деп айтамыз. Міне, егер осы Миғраж оқиғасы аспанда өткен болса, онда Алла Тағаланың мекені аспан деп дәлелдеуге тырысады. Егер уахаби сәләфилер ең көп күнге байланысты хадисті қолданатын, пайдаланатын болса, өздерінің ақидаларын, адасқан ақидаларын тарату мақсатында екінші өте көп қолданатын дәлел ретінде осы Миғраж оқиғасы. Енді біз Миғраж оқиғасының дәлелге жүрмейтіндігін дәлелдейміз. Иншаалла. Дұрыс, Миғраж оқиғасы бар. Миғраж оқиғасы көтерілу деген нәрсені білдіреді. Расулулла саллаллаху алейхи уассалам жан тәнімен 7 қабат аспанның үстіне шықты. Сидратул Мунтахаға дейін барды. Сидратул Мунтаха осы әлемнің, жаратылыстың ең соңғы нүктесі, шегі. Одан ары қарай біз
не бар екенін білмейміз. Расулулла саллаллаху алейхи уассалам да білмейді. Ең соңғы осы жаратылыстың соңғы шегіне дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көтерілді. Дұрыс, оған ешқандай күмән жоқ. Бірақ пайғамбарымыздың көтерілуі Алла тағаланың, яғни Миғраж оқиғасы Алла тағаланың аспанда екендігін, аршының үстінде екендігін дәлелдемейді. Біріншіден, құрметті ағайын, Миғраж оқиғасы Исра сүресінде баяндалады. Құран кәрімде Алла тағала Исра сүресінің 1-ші аятында Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Субханаллази асра би'абдихи лейлан минал масджидил харами илал масджидил ақса аллази баракна хавлаху линурияху мин аятина иннаху хуас-самиул басир. Садақаллахул азим. Әрбір иманы бар, ақылы түзу мұсылман адам осы Исра сүресінің 1-ші аятын оқитын болса, кемшіліктен пәк болған Алла тағала Субханаллази асра би'абдихи өзінің құлын серуендетті. Лейлан түнде минал масджидил харами илал масджидил ақса аллази баракна хавлаху айналасын Масджидил харамнан, яғни Меккеден айналасына береке берген Масджидил Ақсаға серуендетті. Линурияху мин аятина, оған біз аяттарымызды, белгілерімізді көрсетуіміз үшін. Ол естуші, ол көруші. Бұл Исра сүресінің 1-ші аятындағы мағына. Исра сүресі немен басталып тұр? Тәсбих. Субханаллази. Мағынасы мекеннен, уақыттан, жисім, денеден, ағзадан, мүшеден, ұқсас болудан, тең болудан, пәк болған Алла тағала дейді. Басталып тұр. Иманы толық, ақыл есі бар, сауатты бір мұсылман адам осы аятты оқыған кезде ақ Миғраж оқиғасының дәлелге жүрмейтінін бірден аңғарады. Яғни, Алла тағала осы Миғраж оқиғасын біліп жатқан бір мұсылман адамға мына бір нәрсені айтып жатқандай болады. Я, Расулулла саллаллаху алейхи уассалам Миғражға көтерілді, аспанға көтерілді, бірақ ойлап қалмаңдар, көтерілсе де, мекеннен, уақыттан, денеден, ағзадан, мүшеден, барлық кемшілік атаулыдан пәк болған Алла тағала өзінің пендесін түнде Масджидил харамнан Масджидил Ақсаға серуендетті деген мағынаны білдіреді. Яғни, Исра сүресінің 1-ші аятының 1-ші сөзі тәсбихпен басталып тұр. Осы тәсбихпен басталу Алла тағаланың мекені, аспан, жалпы мекені бар деген күмәнді сейілтеді бірден. Бұл біріншісі, құрметті ағайын. Екінші, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам Миғраж оқиғасына көтерілуі, аспанға көтерілу, Миғраж оқиғасы қандай жағдайда нәсіп болды? Мақсат не? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Миғраж оқиғасынан мақсаты Алла тағаланың мекені бар екендігін растау емес. Алла тағала аспанда деп айтуды растау үшін емес. Миғраж оқиғасы пайғамбарымызға өте ауыр, қиын бір жағдайда сый ретінде Алла тағала тарапынан берілген үлкен бір жақсылық. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам атасының қайтыс болған кезі. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жұбайы
мүминдердің анасы Хадиша анамыздың қайтыс болған кезі. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам қатты бір күйзеліс өткізіп жатты. Мұсылман мүминдердің жағдайы ауыр болды. Осы бір күйзелісті ұмыттыру үшін бір жұбаныш ретінде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға берілген Алла тағала тарапынан үлкен бір сый. Яғни пайғамбарымыз қатты қиналған кезде Алла тағала жаратылыстың кереметтілігін, не нәрсені жаратқандығын көрсету мақсатында пайғамбарымызды миғражға шығарды. Бұған да дәлел болатын нәрсе осы Исра сүресінің бірінші аятының соңы. Линурияху мин аятина. Біз оған аяттарымызды, яғни белгілерімізді көрсету үшін пайғамбарымыз миғражда болды. Алла тағаланың мекені бар деп айту үшін, немесе мекенінің бар екендігін растау үшін емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннатты көрді, тозақты көрді, жәннатқа кіретін қауымды көрді, тозаққа кіретін қауымды көрді. Бұлардың барлығы ешкімге нәсіп болмаған нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай бір мәртебеге ие болды. Себебі ол адамзаттың асыл тәжі, ардақты пайғамбарымыз Алла тағаланың ең сүйікті пендесі, елшісі. Осы бір жұбаныш ретінде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала сый етіп, осы бір жақсылықты нәсіп етті. Мақсаты демек, Алла тағаланың жаратылыстарын, Алла тағала не нәрсені жаратты? Міне сол нәрсені көру. Бұл екіншісі. Үшінші, құрметті ағайын, сәләфи уахабилер мына бір нәрсені қайта-қайта уәж қылып келтіруі мүмкін. Алла тағала пайғамбарымызбен тілдесті ме? Әлбетте тілдесті. Алла тағала пайғамбарымызға 5 уақыт намазды жүктеді ме? Әлбетте жүктеді. Ал енді болып жатқан жер қай жер деген кезде аспан дейміз. Міне, осыдан ақ біз Алла тағаланың мекені аспан екендігіне білуімізге болады деп сәләфи уахаби бір осы уәжді келтіруі мүмкін. Альхамдулилля, Құран қашанда ақиқатты айтады. Құранда дәлелдеріміздің барлығы бар. Біз бұл жауапқа Құранмен жауап береміз. Дәлелдеріміздің барлығы альхамдулилля Құран және сүннеттен алынған. Егер Алла тағала пайғамбарымызбен тілдесу Алла тағаланың аспанда екендігіне дәлел болатын болса, онда біз мына бір сұраққа жауап берулерін талап етеміз. Алла тағала тек қана біздің ардақты пайғамбарымызбен ғана саллаллаху алейхи уассалам тілдесті ме? Жоқ әлде басқа пайғамбарлармен де алейхим салам тілдесті ме? Әлбетте пайғамбарымызға дейін басқа пайғамбарлармен тілдесті. Оның ішінде Муса алейхиссалам, Муса пайғамбар. Ва калламаллаху Муса таклима. Алла тағала Мусамен тілдесті дейді. Муса алейхиссалам пайғамбарымызға бұрын өткен, пайғамбарымызға дейін өткен пайғамбар, елші. Онымен де тілдесті. Бірақ тілдескен кезде Муса алейхиссаламның қай жерде еді? Муса алейхиссалам Алла тағаладан уахи түскен кезде, Алла тағала Муса пайғамбармен тілдескен кезде, Муса пайғамбар қайда еді? Муса пайғамбар Тұр тауының жанында жерде еді. Міне бүгінгі Палестина елінде еді. Жерде.
Мұса пайғамбармен тілдесті. Егер пайғамбарымыз, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам миғражға көтеріліп, 7 қабат аспанның үстінде болған кезде Алла тағала омен тілдесті. Алланың мекені аспан десек, онда біз ең бірінші Алланың мекені жер, тіптің Тұр тауының жаны деп айтуымыз керек. Себебі Мұса пайғамбармен Алла тағала тілдесті. Бұған дәлел болатын Таха сүресінің 11-ші аяты мен 14-ші аятының аралығы. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. Ол жерге келген кезде, ей Муса дегенді естіді. Таха сүресі 11-ші аят пен 14-ші аятта Алла тағала Аузу биллахи минеш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фаламма атаха нудия я Муса. Ол жерге Муса келген кезде, ей Муса деген уахиды дауысты естіді. Шақырылды. Ей Муса деп шақырылды. Инни ана раббук. Мен сенің Раббыңмын. Фахлa'на алейка фа иннака билвадил муқаддаси туа. Аяқ киіміңді шеш. Сен қасиетті бір жердесің, киелі бір жердесің. Ва ана ұхтартука фастами'a лима юха. Мен сені таңдадым, елші ретінде мен сені таңдадым. Саған уахи болып тұрған нәрсеге құлақ ас. Иннани аналлах. Мен Алламын деді. Ла илаха илля ана. Менен басқа илах жоқ. Фа'будни. Маған құлшылық ет. Ва ақимис салата ли зикри. Және мен үшін, мені зікір етуің үшін намаз оқы деді. Пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассалам Мұса пайғамбар алейхиссаламның арасында ешқандай бір айырмашылық болып тұрған жоқ. Алла тағала біздің пайғамбарымызбен де тілдесті, Мұса алейхиссаламмен де тілдесті. Ұқсас. Алла тағала біздің пайғамбарымызға да намаз оқуды парыз етті, Мұса пайғамбарға да Алла тағала намаз оқуды парыз етті. Арасында бір ғана айырмашылық, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 7 қабат аспанның үстінде болса, Мұса алейхиссалам жерде Тұр тауының жанында. Егер Алла тағалаға мекен беру керек болса еді, мекен берілу керек болса еді, онда ең бірінші Мұса алейхиссаламмен тілдескен кезде оның мекені жер Тұр тауының жаны деп айтуымыз керек. Оған дәлел болатын жоғарыда оқылған Таха сүресінің 11-ші аяты мен 14-ші аяты. Міне, құрметті жамағат. Демек, Алла тағала пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи вассалам тілдесті. Ал тілдескені оның мекені аспан аршының үсті дегенді білдірмейді. Себебі Мұса пайғамбармен де Алла тағала тілдескен болатын бұрын пайғамбарымызға дейін. Бұл үшіншісі, құрметті ағайын. Төртіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам миғражға көтерілген кезде тіптім Сахих Бухари және Муслимде келген хадистер бойынша Алла тағаланы көргендігін жоққа шығарады. Біріншісі Абузар келіп сұраған кездегі хадисі. Абузар, Сахих хадис. Я Мухаммад, хәл раайта раббак? Ей Мухаммад, Раббыңды көрдің ба дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жауабы: Нурун анна араху.
менің көргенім нұр еді, мен оны қайдан көрейін? Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Абу Зар сахаба тікелей сұрақ сұрап тұр. Сен Раббыңды көрдің ба? Яғни миражға көтерілдің ғой. Раббың сонда ма? Көрдің ба Раббыңды деп сұраған кезде, жоқ, менің көргенім нұр еді дейді. Оны мен қайдан көрейін? Содан соң Масруқ радиаллаху анху Айша анамыздан келіп сұрайды, Мұхаммад Раббысын көрді ма деп. Сол кезде Айша анамыз денесі түршігіп, төбе шашы тік тұрып, бұл нәрсені кім айтты? Кімде кім Мұхаммад Раббысын көрді деп айтатын болса, онда ол жалған айтқаны дейді. Міне, екі хадис, сахих хадис. Бұл хадистердің сахихтігінің тіптім сәләфи уахабилердің ұстаздарының өзі мойындайды. Бұл екі хадис деп анық айтылып тұр. Алла тағаланы аспанда деп айтуды жоққа шығарып тұрған екі хадис. Осы нәрсені біз білуіміз керек, құрметті ағайын. Бұл төртіншісі. Бесіншісі, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам айтқан хадисі. Ла янбағи ла туфаддилуни ала Юнус ибн Матта. Юнус пайғамбардан мені артық көрмеңдер деген хадис бар. Бұл хадистің негізгі мәтіні Бухариде келетіні пенде ла янбағи ли абдин ан яқула ана хайрун мин Юнус. Пенде мені, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзін айтып тұр, мені Юнустан артық деп айтпасын дейді. Яғни мені Юнус пайғамбардан артық көрмеңдер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге айтып тұр. Бұл жерде заңды бір сұрақ туындайды. Неге Расулулла саллаллаху алейхи вассалам Құранда есімдері зікір етілген 24 немесе 25, яғни Хайдр алейхиссаламда ихтилаф бар. Ол ихтилафты ескермейтін болсақ, онда 24 пайғамбар болады. 24 пайғамбардың ішінде неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Юнус пайғамбарды зікір етіп тұр? Неге Ибрахимді айтпайды? Неге Шуайбты айтпайды? Неге Салихты айтпайды? Расулулла саллаллаху алейхи вассалам мені Юнус пайғамбардан артық көрмеңдер деп тұр. Сахих хадис. Бұл хадистің түсіндірмесінде имам Малик керемет теңдесі жоқ сөздерді айтады. Имам Маликтің керемет теңдесі жоқ сөздер келтіріледі. Малики мазхабының бір ғұламасы Малики мазхабында Әл-Мунтақа фи шарафил Мустафа деген Малики мазхабының бір үлкен ғұламасы осы бір кітабінде имам Маликтің сөздерін келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде, бұл хадисте Юнус пайғамбарды бекерден бекер айтып жатқан жоқ. Оның бір керемет хикметі бар дейді. Ақидаға, бұл айтып жатқан ақидаға қандай қатысы бар? Бұл жердегі қатысы. Юнус пайғамбардың жағдайын еске түсірейік. Юнус пайғамбар алейхиссалам балықтың ішіне түсіп кеткен, теңіздің түбінде жатқан Юнус пайғамбар. Ал біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 7 қабат аспанның үстінде Сидратул Мунтахаға дейін көтерілген. Имам Малик айтады, бұл хадисте
Алла тағалаға ара қашықтықпен жақын болу деген ұғым жоқ. Алла тағалаға ара қашықтықпен жақын бола алмайды. Пайғамбарлардың арасында дәреже мәртебесі бар ма? Бар. Алайда бұл ара қашықтықпен болмайды. Құран кәрімде тилка русулу фаддалнам ба'дум ала ба'д. Ол пайғамбарларды мәртебелерін әртүрлі еттік дейді. Бірақ ара қашықтықпен емес. Егер имам Маликтің сөзі, егер Алла тағала аспанда болса еді, аршының үстінде болса еді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам миғражға көтерілген кезде, 7 қабат аспанның үстіне шыққан кезде, Алла тағалаға пайғамбарымыз жақын болар еді. Ал Юнус пайғамбар балықтың ішінде, теңіздің түбінде, ол Алла тағалаға біздің пайғамбарымыздан әлде қайда алыс болар еді. Физикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, біреу төменде, екіншісі жоғарыда. Ал енді пайғамбарымыз хадисінде мені Юнус пайғамбардан артық көрмеңдер деген сөзінің мақсаты, мен 7 қабат аспанның үстінде болсам да, Сидратул Мунтахада болсам да, Юнус пайғамбар балықтың ішінде, теңіздің түбінде жатса да, Алла тағаланың құзырында дәрежеміз, деңгейіміз бір. Мен Юнустан артық емеспін, мені артық көрмеңдер деп, осы тұсты ерекше астын сызып айтып тұр. Егер Алла тағала аспанда аршының үстінде мекені болса еді, онда біздің пайғамбарымыз Юнус пайғамбардан әлде қайда абзал болар еді, артық болар еді. Алайда пайғамбарымыз бұл хадиспен мен Юнус пайғамбардан артық емеспін. Бұдан не түйіндейміз? Бұдан Алла тағаланың мекені аспан емес. Біз осы нәрсені ұғынуымыз керек. Сәләфи уахаби бауырларымыз бұл ақиданы дұрыс түсіну керек. Миғраж оқиғасы дәлелге жүрмейді. Егер дәлелге жүрсе еді, осы хадистің өзінде ақ пайғамбарымыз бұны қайтармас еді. Бұл имам Маликтің сөзі. Юнус пайғамбардан мені артық көрмеңдер. Егер Алла тағала аспанда болса еді, біздің пайғамбарымыз жақын болар еді, жақын болғаннан кейін Юнус пайғамбардан абзал болар еді. Алайда бұл нәрседен пайғамбарымыз қайтарып тұр. Қорыта келе, құрметті ағайын, Миғраж оқиғасының дәлелге жүрмейтіндігін айтатын болсақ. Бірінші, Исра сүресінің 1 аятында тасбихпен басталуы. Алла тағала мекеннен, уақыттан, денеден, ағзадан, мүшеден ұқсас болудан пәк деп тұр. Бірден жауапты қайырып тұр. Екінші, Миғраж оқиғасының мақсаты. Алла тағаланың мекені аспан, аршының үстінде екендігін растау үшін емес. Миғраж оқиғасының мақсаты пайғамбарымызға жұбаныш ретінде сыйға тартылған үлкен бір жақсылық. Үшінші, 5 уақыт намазбен пайғамбарымызбен тілдесуді сәләфи уахабилер алға тартатын болса, онда біз бірден Муса алейхиссаламмен Алла тағаланың тілдесуін еске алуымыз керек. Таха сүресі 11 аят пен 14 аяттары. 14 аят аралығы. Ол жерде тіптен пайғамбарымызбен жағдайы өте ұқсас. Екеуімен де тілдесті, екеуіне де намазды әмір етті. Бірақ біреуі аспанда болса, екіншісі жерде. Егер Алла тағалаға мекен берілу керек болса еді, мекені болса еді, тілдесу мен оның мекені
анықталса еді, онда біз бірінші оның мекені Алла тағаланың мекені. Жер Тур тауының жаны деп айтуымыз керек. Төртіншісі, екі сахих хадис. Біреуінде Абу Зарға нақты пайғамбарымыз жоқ, менің көргенім нұр еді деп жауап беріп тұрса, екінші хадисте Айша анамыз кімде-кім Мұхаммед Раббысын көрді деп айтатын болса, ол жалған айтқаны, өтірік айтқаны деп бірден айтуы. Ла тудрикул абсар ва хуа юдрикул абсар. Көздер оны көрмейді, ол көздерді көруші деген аятты оқып береді. Бесіншісі, сахих хадисте келгендей, мені Юнус пайғамбардан артық көрмеңдер деген пайғамбарымыздың хадисі. Бұл хадиспенен имам Малик Алла тағаланың мекені, Алла тағалаға мекен берудің қате екендігін дәлелдейді. Міне, осы 5 дәлелмен Миғраж оқиғасының Алла тағалаға мекен беру үшін дәлелге жүрмейтінін біз түсінеміз. Алла тағала баршаларымызды әхлі сүннет уәл жамағат ақидасынан адастырмай, ислам әлеміне ауызбіршілік ынтымақ беріп, ілімдерімізді арттыра берсін. Ва саллаллаху аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.